халықтың әлеуметтік әл ауқатын қайтсем жақсартам деген жүректер осы жерде соғылып тұр деп ойлаймын. Жанымның жырып тамаша. Өнерде де, қоғамдық істе де басты мақсат біреу ғана: халыққа жақын болу, елге пайдаңды тигізу. Өзімнің стилім сондай. Дыбысыңды шығарма, Тамарасар. Тіпті тілімді кессең де бас кеспек жоқ, ескертіп қояйын саған. Қайдағы саған депутат құрылтай саған. Халық үшін бір затты тұра алмаған адам ол жерге барудың қажет жоқ саған. Ол жерге барғанда не істейсің? Орындықты саз тастама, екеуің ана екі келіншек Ашаматай екеуің орындықты саз туға барасың, ана осырып, ішіп жеп, не жетпейді саған? Қыдыр шеш, одан да әніңді салда қыдыра бер. Теңі білмейміз. Саған бізге неге Ашаматай, тағы бірдеңе атай-патай керек жоқ бізге. Ана әділетті Қазақстан, мәділетті Қазақстан деп қайдағы жоқ бірдеңелерді құрбап, атыңызға заттарың сай емес. Қазақша соғу. Қазақша соғу. Қазақстан сендерге ойыншық емес. Қазақстанды құру үшін біздің ата-бабамыз жер жастанған, түсінікті ма? Сендерге біздің болашағымыз бұлыңғыр емес қой, болашағымызды ойлау керек. Ана балға жиналған арақ соғудың қажеті жоқ ол жерге барып. Депутатқа барайсыз ба? Қандай мәселелерді шешесіз? Шешетін мәселелер көп қой негізі. Сайлаудан аман-есен өтіп алайық, содан кейін оны ашық айтуға болады деп ойлаймын. Өзім жүрегімнің қалауы. Не үшін керек өнер адамы саясатқа? Енді өнер адам болсын, спортта болсын, кез келген салада болсын, адамның өз қалауы. Бір минут. Сіздің танымалдылығыңызды пайдаланып, осылай сайлауға түсіп жатқан жоқ па жалпы? Халық дауысын жинау үшін. Мен өзімді блогер қатарына қосамын. Әншілер болмасын, әлсіздер болмасын деп айтып жатыр. Енді менің ойымша, әр адамның өзінің ойы, өзінің пікірі, бірақ дегенменен әр адам өзі шешеді деп ойлаймын. Сіз өзіңізді депутат болуға лайықтымын деп есептейсіз бе? Қалай сіз хотя бы бір заң жобасын оқыдыңыз ба, заңды оқыдыңыз ба? Қандай заңды? Ең соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы болды? Не туралы болды? Соңғы оқыған заңыңыз? Не отвлекайте, мы интервью берем. Девушка, мы же интервью берем. Ең оқыған, соңғы оқыған. Соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы болды? Айтыңызшы, не туралы?